Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге сметаник жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, чизкейк сияқты болып шығады. Үйде міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін біз алдымен песочный тесто дайындаймыз. Қамырымызға керекті заттар: маргарин, ұн, құмшекер, жұмыртқа және разрыхитель. Маргарин 180 грамм аламыз. Сармай қолдансаңыздар да болады. Тоңазытқыштан алынған мұздай маргаринімізді үккіштен өткізіп ұнымызға саламыз. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін разрыхителімізді, жұмыртқамызды және құмшекерімізді салып, жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Бұл қамырды сіздер басқа бәліштерге, пирогтарға пайдалансаңыздар болады. Дәмі жақсы шығады, жұп-жұмсақ болып. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, басы біріккен соң оны пакетке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Сол уақытта біз начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге шамамен 500 граммдай қаймақ керек болады. Қаймақтың 20% болғаны дұрыс. Майлылығы жоғары болған сайын сметаник дәмді болып шығады. Мына жерде менде 400 грамм қаймақ және оған келесі ыдыстан шамамен 4 қасықтай қаймақ қосамын. Сол кезде бізге қажетті 500 грамм қаймақ шығады. Және оған құмшекерімізді, қаламқшы ванильный сахарды және жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенге дейін барлық заттар жақсы араласқанға дейін жақсылап тұрып араластырамыз. Түсі бірдей осындай сұйық масса шығады. Енді табамызға пергамент төсеп дайындап аламыз. Осы табаның бетіне тоңазытқыштан тұрған қамырымызды алып, бір тегіс етіп қолмен жайып шығамыз. Барынша бір тегіс етіп жаюға тырысыңыздар. Сол кезде барлық жерде бірдей пісетін болады. Бортик жасауды ұмытпаңыздар, себебі біздің начинкамыз жақсы көтеріледі. Сол себепті міндетті түрде бортик жасау керексіздер. Осылай лопатаның көмегімен бір тегістеп шықсаңыздар болады. Сол кезде сізге пирогтарыңыз әдемі көрінетін болады. Дайын қамырымыздың үстіне дайын массамызды құямыз. «180 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз. Піскеннен кейін міндетті түрде бөлме температурасында суытамыз. Суыған сметаникті міндетті түрде холодильникке бірнеше сағатқа салып қойыңыздар, қыздар. Сол кезде дәмі өте әдемі болып шығады. Чизкейкіміз дайын, сметаник дайын. Дәмі өте керемет болып шықты. Жұп-жұмсақ, ауызда еритін сметаник болды. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған меруерт. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.